Бәріңізге ассалаумағалейкум. Күні кеше Қазақстан чемпионатының 10 тур ойындары өтті. Бұл турда қандай қызықтар болды және несімен есте қалды? Сіздермен бірге Қазақ футбол арнасы. Бүгін біз өткен 10 тур ойындарына шолу жасайтын боламыз. Турдың шымылдығын отандық футболдың қазіргі көшбасшылары Тараз бен Астананың ойыны ашты. Орталық ойын болып саналған матчта көп голға куә болмадық. Тек қана 53-ші минутта Абзал Бейсебеков айбалаңына жақын тұстан допты ширене тартып, тоғыздықты дәл көздеді. Ойындағы алғашқы және соңғы нәтижелі соққы осы болды. Айта кететіні, Абзал Бейсебеков сұрмергендер тізімінде басқа да шабуылшылармен иық тірестіріп келеді. Капитанның феноменалдық голдары және нағыз формадағы ғажайып ойыны командаға көптеп пайдасын тигізуде. Астананың бұл кездесудегі жеңісі чемпиондыққа деген тағы бір қадамын сенімді аттауға мүмкіндік берді. Келесі болып жергілікті Каспий өз алаңында Шымкенттік Ордабасыны қабылдады. Соңғы турларда жол болмай жүрген Ордабасыдан ерекше ойын күттік. Алайда кездесу мүлде басқа сценарий бойынша өрбіді. Трибунадағы жанкүйерлердің қолдауынан қуат алған ақтаулықтар алғашқы таймда Ордабасы ойыншыларын өз жарты алаңдарында тықсыртты. Бірнеше қауіпті шабуылдар және қақпаға бағытталған соққылар Каспийдің ойынын ширағырақ қылып көрсетті. Бұған жауап ретінде шымкенттіктер тек Жоау Паулоның ара кідік белсенді әрекеттерімен жауап қатты. Екінші таймда да ақтаулықтар жеңіске деген жігермен бірнеше қауіпті соққылармен Плотниковты мазалаумен болды. Дәл осы қақпашының біршама сәтті сейфтері Ордабасыны көп сәттерде құтқарды. Топқа көбірек иелік еткен жергілікті аяқ топшылар гол соғудың көптеген мүмкіндіктерін қарастырды. Бірақ бұл әрекеттерінен ештеңе шықпады. Ақтауда есеп ашылмады. Қорытындай келсек, бұл ойында Каспийге сәттілік, Ордабасыға мардымды ойын жетіспеді. Шымкенттік команда осылайша голсыз сериясын 3-ші ойынға созды. Турдың кезекті ойыны Алатау бөктерінде жалғасты. Алматының Қайраты өз алаңда Қарағандылық Шахтерді қабылдады. Бас бапкерін ауыстырып ойындары жақсарған кеншілер бұл ойында көп үміт күттірді. Ойынның алғашқы бөлігі екі команданың алма-кезек шабуылдарымен басталды. Бірде Қайрат ойыншылары берілген мүмкіндіктерден құр қалып жатса, кеншілер сапынан Айдос Тәттібаев қақпа кілтін іздеп таба алмай жатты. Бірінші таймда гол көрмесек те біраз қарқынды шабуылдарға куә болдық. Екінші тайм бастала салысымен алға лап қойған Қайрат ойыншылары ақыры дегеніне жетті. Ұлттық құрамаға үміткер саналатын Шушиначев ойынның 50-ші минутында есеп ашты. Ойын ортасында Шахтердің қорғанысында айтарлықтай қателіктер орын алды. Сондай орынтал сәттердің бірі Қайраттың армениялық қорғаушысы Камо Аганесянда болды. Алайда қорғаушы өзімшілдікке салынып, пас берудің орнына соққы жасап бос қақпаны көздей алмады. Кеншілер ұтылып жатқаннан кейін бірде позициялық, бірде қарымта шабуылдарға иек артты. Наджария мен Тәттібаев тізе қосып шабуылдарды түйіндей алмады. Ойынның негізгі уақыты аяқталып, бас қазының қосқан қосымша 4 минутта Шахтердің соңғы үміті еді. Тайлы тұяғымен шабуылға шыққан кеншілер таразы басын теңестіруге талпынды. Ойынның соңғы бұрыштамасынан келген допты басқа емес Шахтердің қақпашысы Тимурбек Закиров қақпаға баспен соққы жасады. Доп жолай Қайраттың қорғаушыларына тиіп, қақпаға еніп кетті. Ойынды құтқарған қақпашы көзі шарасынан шыққанша қуанып, өз эмоциясымен бөлісті. Қайрат осылайша қолда тұрған 3 ұпайдан айырылды. Тиісінше Алматыда тең есеппен ойнауды әдетке айналдырған Шахтер 1 ұпай еншілеп кетті. Ал Тимурбек сол түні ұйықтай алмады. Себебі ол түн қадір түн еді. Вот это поворот! Бұл ойын күнінің соңғы матчы Қызылордада өтті. Өздерінің сүреңсіз ойынымен көзге түсіп жүрген жергілікті Қайсар Оралдың ақжайығын қабылдады. Қызылордалықтар бұл ойынға жеңіс үшін шыққандары бастапқы ойын мәнерлерінен ақ көрініп тұрды. Қасқырлар бірнеше өткір шабуылдар ұйымдастырғанмен нәтиже болмады. Қауіпті соққылар, бірнеше қауіпті пастар ойын көркін қыздырғандай болып көрініп еді. Алайда екі команданың ойыны лезде саябырсып қалды. Қорғаныстан түк шықпайтын түсінген оралдық аяқ топшылар бірнеше шабуылдарға үміт артуды шешті. Екінші таймда жеңіс деп жүрген қасқырлар қорғанысты ұмытып, соның нәтижесінде бармақ шайнады. Жылдам қарымта шабуылды сәтті ұйымдастырған оралдықтар ойынның есебін ашты. Қақпашымен бетпе-бет шыққан Мичурнеков 75-ші минутта мергендігімен көзге түсті. Қарсыластың қорғаныстағы қателігін ұтымды пайдаланған Жайық маң өкілдері есепті ұстап қалу жолдарын қарастырды. Бұл Байжанов бастаған жігіттерге ұнамады. Нәржілдаевтың соққылары, алға ысырылған толассыз пастар ештеңені өзгерте алмады.
Нәтижесінде оралдықтар өзінің турнир кестесіндегі жағдайын одан әрі жақсартса, қайсар жеңілістің ащы дәмін татуына тура келді. Қорытынды есеп 0-1, Ақжайықтың пайдасында. Екінші ойын күні Талдықорғанда басталды. Чемпионат аутсайдері Жетісу өз алаңда жеңілістен көз ашпаған Ашулы Ақтөбені қабылдады. Бас бапкермен қош айтысқан Ақтөбені бұл ойынға уақытша бапкер Владимир Зеленовский бастап шықты. Ойынның басы шиеленіспен басталды. Кездесудің небәрі 5-ші минутында ақтөбелік қорғаушы Манучарян айып алаңда қолмен ойнап қызыл қағаз алды. Тиісінше Артем Кучин Ақтөбе қақпасына 11 метрлік айып добын белгіледі. Нүктеге келген жетісулық Дмитриев пенальтиді сәтті орындай алмады. Нәрсіқұлов топты қағып жібергенмен, кейін серпілген допқа дәл сол Дмитриев өзгелерден бұрын жетіп, топты айып алаңына қайта асырды. Дәл керек жерден табылған Равиль Атханов топты қақпаға баспен тоғытып жіберді. Төрешілерге шағым айтып жетіп барған ақтөбеліктердің уәжін Кучин елемеді. Топтың алаң сыртына шығып кеткенін көрген ақтөбеліктер голдың саналғанынан наразылық танытты. Алайда төреші өз шешімін өзгертпей голды есепке алды. Осы тайталас үшін Таңжарықов пен Нәрсіқұлов сары қағаздарында еншіледі. Барлығын ұмытып алға дем қойған Ақтөбенің ойыншыларына есепті теңестірудің сәті де түсті. Қақпашы Шабанов қолындағы допты Ақтөбенің жартылай қорғаушысы Юрий Перцовтың аяғына салып беріп, Юрий бос қақпаны дәл көздеді. Бұдан кейін ойындағы екінші қызыл қағазды да көрдік. Бұл жолы Жетісу ойыншысы Иполе 4 минут ішінде 2 сары қағаз алып алаңнан қуылып кетті. 10-10 форматы ақтөбеліктер үшін өте тиімді болғандай, өзбекстандық легионер Игорь Сергеев оң қанаттан Таңжарықовтың пасын сәтті пайдаланып, командасын алға шығарды. Алғашқы тайм 1-2 есебімен аяқталды. Екінші таймда тағы да гол көреміз деген сеніммен жанкүйерлер тағатсыздана екінші бөлікті күтті. Сенім ақталғандай, 60-шы минутта ақ қызылдардың шабуылшысы Боян Дубаич есепті ұлғайтты. Бұл шабуылшының чемпионаттағы алғашқы гол болатын. Ақтөбеліктер бұнымен тоқтап қалмады. Игорь Сергеев 71-ші минутта дубль автор атанды. Бұл голдан кейін Ақтөбенің жеңісіне ешкім күмән келтіре қойған жоқ. Есесіне Игорь тағы да бір гол соғып жіберді. Бұл жолы Ақтөбе тағы да стандартты ұтымды пайдаланды. Сергеев болса осы ойындағы 3-ші голын соғып сұрмергендер тізімінде көш бастады. Ойындағы ақтық ысқырық шалынып, Ақтөбе көптен күткен жеңісіне жетті. Жетісу болса кезекті мәрте жанкүйерлерін жерге қаратты. Тобыл аренада жергілікті Тобыл және Атырау клубтары өзара мықтыны сарапқа салды. Қарқыны күшті қостанайлықтар және соңғы кездері ойындарынан прогресс байқалатын мұнайшылар арасындағы ойын көпшіліктің қызығушылығын туғызды. Алма кезек шабуылдар және Атыраудың қорғаныстағы сауатты ойыны Тобыл шабуылшыларының алғашқы таймда гол соғуларына мүмкіндік бермеді. Қауіпті ойын сәттері аз болса да, алғашқы тайм екі клубқа жеңіске деген талпыныстарын жоғалтуға кедергі болмады. Екінші тайм бастала салысымен Тобыл өздерінің жаңа шабуылдарын бастап, серб шабуылшысы Немanja Николичке сенім артумен болды. Алаңға Карлос Фонсеканы алмастырған ұлттық құрама ойыншысы Сергіжан Мұжықов шығып, шабуылға жаңа дем сыйлады. Атыраулықтар бір ұпайға қанағат тұтуға қарсы емес еді. Алайда қақпа маңындағы қарбаласты тиімді пайдаланып кеткен Сергіжан Мұжықов гол соғып, Тобылға есептегі басымдықты алып келді. Атырау есепті теңестіремін деп жүргенде, қорғаныстағы сәл босаңсыған қорғаушылардың қателігін Жереми Манзора голға айналдырды. Осылайша азулы қарсыласқа соңына дейін шыдас бере алмаған Атырау өз жеріне қоржындарын бос арқалап қайтуына мәжбүр болды. Турдың соңғы ойыны Түркістанда Тұран мен Қызылжар арасында өтті. Соңғы ойындарын жақсы нәтижеге аяқтап жүрген екі ұжым бұл тартыстан да ұпай алуды көздеді. Жергілікті жанкүйерлердің қызу қолдауы нағыз еуропалық стилдегі ойынды еске түсірді. Дәл сол қолдаудан жігер алған Тұран футболшылары алғаш болып есеп ашуға әбден талпынды. Қызылжар ойыншыларда құр жүрмей ара-кідік мардымды шабуылдарды ұйымдастырғанмен Тұран қақпасынан саңылау табу мүмкін болмады. Отандық футбол жанкүйерлері бұл ойында Қызылжар қорғаушысы Әлбек Қасымнан гол күтті. Алайда Әлбек бұл ойында шабуылға қарағанда қорғанысты бірінші кезекке қойды. Тұранның толассыз шабуылдары ойынның алғашқы бөлігінде есеп ашуға ешқандай мүмкіндік сыйламады. Ойынның бірінші таймында таразы басы тең тұрды. Екінші тайм бастала салысымен қос ұжым гол соғатын мүмкіндіктерді көптеп қарастырды. Қызылжар ойыншылары шабуылдап бақты. Алайда Олжас Керімжанов бастаған түркістандық қорғаушылар сыр бермеді. Ойынның соңғы бөлігінде төрешінің қосқан қосымша минутында Қызылжар ойыншысы Руслан Есімов Тұранның 21 жасар жас шабуылшысы Аббасқа қарсы ойын тәртібін бұзды. Бұл сәтті көзден таса жібермеген төреші Саят Қарабаев Есімовке сары қағаз көрсетіп, Қызылжар қақпасына 11 метрлік айып добын белгіледі. Нүктеден допты сәтті орындаған Стефан Шевкевич Тұранға жеңіс сыйлады. Екінші ойын қатарына жеңіске жеткен Тұран жеңіс күнде өз жанкүйерлеріне тағы жеңіс сыйлады.
Осылайша 10-шы тур ойындары өз мәресіне жетіп, мықтылар турнир кестесінде өз орындарын тапты. Назарларыңызда Қазақстан чемпионатының турнир кестесі. Бұл турда гол соғып үздік сұрмергендер кестесіне көш бастаған ойыншылармен де таныс болыңыздар. Сіздермен бірге Қазақстан чемпионатының 10-шы тур ойындарына шолу жасаған қазақ футбол арнасы және мен Әмір Жәнібек. Аман сау болыңыздар.